Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз қазіргі уақытта хит десерттердің бірі милка немесе басқаша атауы трайфл жасайтын боламыз. Енді бұл десерттің дәмі кәдімгі балмұздаққа ұқсайды. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. 3 жұмыртқаға қант қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Әппақ болып көпіргенше араластыру қажет. Енді құрғақ ингредиенттер ұн, какао, қопсытқыш осыларды бір-бірімен жақсылап араластырып, жаңағы жұмыртқалы массамызға 2-ге не 3-ге бөле отырып салып, миксерлеп араластыратын боламыз. Егер барлығын бірден салып жіберетін болсаңыз, біздің бисквитіміз көтерілмей қалады. Бізде осындай қоюлау масса пайда болу керек. Енді осы массамызды пергамент қағазы төселген противенге немесе дөңгелек пішінді формаға, сопақшалау пішінді формаға, біздің формамыздың диаметрі маңызды емес, кез келген пішінге салып, шамамен 180 градуста қызып тұрған пешке 20 минуттай пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын болғанша кремін жасайтын боламыз. Салқын сливки клейгейімізді миксермен қоюланғанша араластыратын боламыз. Сәл қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын саламыз. Содан соң тағы да миксерлейтін боламыз. Енді творожная масса, сүзбелі ірімшігімізді қосып, тағы да барлығы бірыңғай масса болып қоюланғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Мінекей біздің креміміз осылай оңай дайындалады. Кремнің қоюлығы осылай болып шықты. Енді пештен шыққан бисквитімізді толықтай суытып аламыз. Міндетті түрде суытып алу қажет. Содан соң қолымызбен осылай ұсақтап бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Енді кез келген пішінге, ыдысқа немесе мен секілді арнайы трайфлға арналған қағазға осылай трайфлымызды жинайтын боламыз. Ең әуелі бисквитін, содан соң үстінен жаңағы жасаған біздің кремімізді жағып шығатын боламыз. Бетіндегі кремін толықтай тегістеген соң уақытша мұздатқышқа салып қоямыз. Енді шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін шоколад пен сары майды ерітіп аламыз. Мен ыстық суда осылай пластмасс ыдысқа салу арқылы араластыра отырып шоколадты ерітіп алдым. Енді жаңағы мұздатқыштан шыққан трайфлдарымыздың бетіне осы шоколадты глазурымызды құятын боламыз. Егер сіз трайфлдарды тоңазытқышқа салмайтын болсаңыз, біздің шоколадымыз клейгейімізді езіп жіберуі мүмкін. Енді трайфлдарымыздың бетін өз қалауыңызша жеміс жидектермен немесе ореховый, кокосовый стружкалармен әдемілесеңіз болады. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.